Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Міндетті түрде подписаться етіп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал бүгінгі видеода біз универсальный пирог пісіріп үйренеміз. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа, қант қажет. Барлығын миксермен жақсылап 5-7 минуттай араластырамыз. Бұдан ақ көбікті масса шығады. Масса 3 есе көтеріледі. Осындай әппақ әдемі болып көтеріледі. Енді главный ингредиентіміз ол біздің майонез. Обычный классический майонез қолданамыз. 170 граммдай. Егер жоқ майонез қолданбаймын десеңіздер, 20% қаймақ қолдануға болады. Барлығын лопатканың көмегімен араластырып, үстіне разрыхлитель себеміз, ұнымызды ситадан өткіземіз. Сосын лопатканың көмегімен араластырамыз. Миксер қолданбайсыздар, өйткені массаны басып тастайды миксер. Барлығын жақсылап араластырғаннан кейін пирогтың ыдысына пергамент қағазды жайып, осы массаны салып, қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Яғни ол әркімнің пешіне байланысты. Піскенін ағаш палочкамен тексереміз. Бұл пирогтың үстіне ягода қоссаңыздар болады, шоколад қоссаңыздар болады. Немесе персикті турап бетіне салып, пісіргеннен кейін қаймақ жақсаңыздар, персиковый пирог болып шығады. Қаймақты қантпен араластырасыздар. Өте тез піседі, аяқ астынан кісі кеп қалса, осы пирогты тез арада жасап, шайға ұсынуға болады. Сосын достар, сіздерге лайфхак, пергамент қағазын міндетті түрде ақ таңдаңыздар. Қоңыр пергамент алмауға тырысыңыздар, себебі қоңырға жабысып қалады любой нәрсе. Пирожки болсын, не пісірсеңіздер де қоңырға жабысып қалады. Аққа жабыспайды. Осындай міне пирогымыз дайын болды. Іші барлығы пісті, көтерілді, өте дәмді. Қаймақ қосып та шаймен ішуге болады. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналымдағы подписаться деген кнопканы басып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Яғни келесі видеоларды жіберіп алмаңыздар.